демократиялық президенттеріңізге сұрағым келеді. Тағы да қырғыз бауырларыма өтінішім. Бүгін Қырғызстанда қазақ баласы, сіздердің балаларыңыз Мұрат Тұңғышбаевқа өте сондай жаман жағдайда соны арашалаңыздар. Біздің прокуратура срочно Мұрат Тұңғышбаевты экстрадиция жасауды сұрап жатыр сіздердің үкіметтеріңізден, сіздердің прокуратураларыңыздан, сіздердің президенттеріңізден. Мен сұрайтыным, өте сұраймын, бермеңіздер Мұрат Тұңғышбаевты. Мұрат Тұңғышбаев қазір келе жатқан біздің жас ұрпақ. Сіздер мына жерде алдымда тұрған журналистердің барлығы жас. Сіздер Мұрат Тұңғышбаевты түсінесіздер. Неге? Қазіргі келе жатқан ұрпақ, олар өте егемендік, свободные, олар таза, бұзылмаған. Бұрынғы НКВД-ның диагнозы, Совет үкіметінің диагнозы, олардың несіне қанына келмеген. Сіздер құсаған ол бостандықты, ол қылмыс жасамаған. Ол біздің, сіздер білесіздер, қазақтың қандай геноцидқа түскенін, қандай тарихта қазақты құртқан. Біз бірінші орында болып оны қазір бірінші орында геноцидтан. Қазір жер жүзі оны біліп жатыр. Бізден кейін Украина. Бізге даже сол туралы, жағдайымыз туралы айтқызбай жатыр. Біздің билікте, мен ойлайым, қазақтың жаулар отырма, бір қазақты жұтып алмаса, олар ұйықтамайтын болды. Қазір Мұрат Тұңғышбаевқа өте қауіпті Қазақстанға жіберу, Қазақстанға бармасын. Мен сұрайтыным, мен қазақтың апасымын. Мен 75 жасқа келгенмін. Менің көрмегенім жоқ, өтпегенім жоқ. Бүгін мен қазақтың апасы, барлық тұқымым осы НКВД-ның жұмысыменен құрып кетті. Мен жаңғыз қалдым. Мен өте жақсы білем НКВД-ның не істейтінін. Қазір Қазақстанда әлі тазаланған жоқ. Әлі сол НКВД-ның методтарын пайдаланып жатыр. Біз өте аз қалдық қазақтар. Біз сіздерге, қырғыз бауырларға өтініш жасамасақ, сіздерге осындай қиыншылық басымызға түскенде сіздерге келмегенге кімге келеміз? Мен халықтан өте сұраймын. Сіздерде демократия, сіздерде бостандық бар. Оны естіп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Көре алмай жатырмыз даже некоторые. Зависть дейді ғой орысша айтқанда. Сұрайтынымыз, бермеңіздер балаларыңызды. Мұрат Тұңғышбаев, сіздердің де балаларыңыз болады. Қазақтың да балалары болады. Бірге болайық. Осындай қиындық кезде бірге болайық.